правый склондарымыз керек, нығызда солид керек, фум лентамыз керек, және муфты керек, ниппель арқылы қосылатын, яғни мусорды ұстап қалатын ішінде фильтрі бар, яғни фильтріміз керек. Одан кейін тағы өзінің резервуарының вентиліміз керек. Ең бірінші насосты құрастырмай тұрып, одан кейін бізге керегіміз яғни газ бригад, одан кейін көмекші, тағы да универсал дейді, яғни бізде 5-тік, 10-тік, 15-тікке арналған, яғни 25-ке дейін барады универсал пакетке. Енді біз жұмысымызды бастамас бұрын мына жерде түсіндіріп өтейін. Бұл насосқа қатырылатын, яғни мынау бізде насосқа қатырылатын өлшегіміз. Өлшекті қатырмас бұрын бірінші муфты арқылы муфтыға қатырылады, яғни муфты біздер бірінші лентамен орап, құрастыру жұмысын армандарда бастаймыз. Яғни лентаны орадық, бәрі правый болғаннан кейін, рез болғаннан кейін біздерге екінші өстіп қатыру жұмыстарын жүргізе береміз. Көмекші құрал дегеніміз біздің кілтімізді алғаннан кейін армандарда оны қатты нығыздап армандарда жұмысын жүргіземіз. Оны қатырып болдық. Енді тағы да бұл лента арқылы оны орап алып, одан кейін біздің насосымыз бұл жақта айдайтын стрелкасы бар. Яғни стрелкіге қарама-қарсы, яғни мына жерде фильтрдің де стрелкасы бар. Яғни бізден кетіп тұрған, бұл жақтан кетіп тұрған қоқыстарды фильтр ұстап қалу үшін, яғни өстіп жүргіземіз. Фильтрімізді орнатып болдық. Енді кейінгі бізде вентиль. Вентиль өзінің кәдімгі резервуары бар. Резервуарымызге біздер мына жерде бұл лентаны тағы нығыздап яғни суды үшін қалықтамаймыз. Оны фильтрге қарай жалғап қоямыз. Вентиліміз келді, яғни ашылып жабылады. Одан кейін бізге міне правый склон берген. Правый склонға да, яғни бәріне де бір бағытта лентаны ораған кезде бір бағытта ғана лентаны орап, оны вентиль қадамыз. Вентиль қадағаннан кейін, қатырып болғаннан кейін бізде мына правый склонымызға армандарда батарейкамыз армандарда жалғасып кете береді. Насостың бір қапталы жиналып болды. Енді бұның екінші қапталы жинастырамыз. Екінші қапталы бірден бұған фильтр кетпейді, мына жерде муфты кетпейді. Яғни бірден бұған вентиль кетеді.
орталығын бәрін фул лентасын орап, сгондарын салып қатырып болдық. Енді біздер мына насосымызға қарсы, яғни мығыздағы сальник бар, сальник арқылы біздер оны насосқа жалғаймыз. Екінші жағы міне. Мынау енді үй жағдайындағы жылу жүйесінің насосы жиналды. Яғни насос бірінші положение және екінші және үшінші положениеде суды айдау күшті сыйымдылығы. Яғни бұл насос мына жерде көрсетіп тұр 8 метрге дейінгі биіктікте апаратын үлкен насос. Осыны көріп тамашалағандарыңызға